Сәлем баршаңызға. Бүгін біз Денизлиге, Стамбулдан Денизлиге 11 сағаттық жер. Соған барайын деп жатырмыз. Мен бар, Ерболат бар, Айко бар. Түсіріп қой Айконда. Айконда түсіріп қой, оператор. Сол басы бұйырса қызықты моменттерді түсіретін боламыз. Мынау, яғни күту залы аэропорттан. Аэропорт, шайып кет. Ладно, түсіре. Короче, мынау күту залы автовокзалдан, яғни Денизлиге кететін, барлық жаққа кететін негізі. Бұл жақта енді Стамбулға келгеннен кейін андай скидка жоқ жер деген жоқ, короче. Туалетке скидкамен кіресің ғой, короче. Мынау басында 400 деген, сосын біз кетіп қалып едік, қайтадан ізімізден алып келіп, еще сағатын да өзгертіп берді. Бізге баста 12 деді ғой, одан 11:30 өзгертіп берді. Короче, клиентті жібермейді барынша. Ерболатты кәдімгідей құшақтап ұстап қалып жатыр ғой. Сонымен 300-ден нормально келістік. 1 сағат уақытымыз бар. Енді блог түсірейін деп жатырмыз. Беткен кезде тоқтайсың. Болды. Так, осы состав бар, менің қасында еще. Не дейсіз? Құрметті Қазақстан халқы. Біз осы сапарды өзіміздің қаражатымызды жасап жатырмыз. Мемлекеттен тым көмектескен жоқ. Так, біз автобусқа отырдық. Сағатында примерно 20 минуттан кейін жүреді. Короче, анпак автобусқа болады өзі. Осындай телевизор бар екен, қосылу керек енді. Айтқанда солай айтпаса енді даже наушник береді, телевизор зарядке қоюға болады. Там жағдай жасалған. Жата ма екен, тексердің ба? О, еще былай жатады екен, ұйықтайсың, примерно 10 сағат ұйықтайсың. Ерболаттан орны ана жақта. Асырап ағам сол болған. Короче, сендерге Стамбулдан Денизлиға андай барынша экономный нені әдісті көрсетейін, короче. Түнгі 12-лерден бір рейс бар, автобус бар. Адам басына 300 лирадан, алдам қалмаңдар, 300 лирадан адам басына. Скидкамен келесіңдер, бір 8,5-9 сағатта жол жүріп келесіңдер де, таңертең мына Денизлидан завтрак ішесіңдер. Ешқандай отель-мотельге жатып, бір күнге бұл алып керек емес. Сосын Памуккалеге 180 лира, я? 3 адамға. 3 адамға примерно скидкамен тағы 150 болса, 3 адамға, бір адам басына емес. Да? Солай ғой? Точно? Сөйтіп алсаңдар болады. Экономный әдісі. Сосын маған гид болғаным үшін ақшасын аударып жіберіңдер. Ағыры шығындарды қарады. Біздің ауылда жоқ қой шығындар. Merhaba. Pamukkale'ye ne zaman gider автобус? Pamukkale'ye ne zaman gider автобус? Pamukkale. Kaç dedi? Ne kadar? Minibüs. Bileti yok. Kazak parası. Tamam, ufandan ver bir tane. Bir tane. Короче, қазақша ақша бер дейді, мен коллекция жинап жүрмін дейді. Вот. Біз қазір деп ана YouTube форматына үйрене алмай жатырмын ғой, бүйтіп түсіру керексің жанынан. Бан деймін. Тенге. Onu koleksiyonu katanma. Вот, локацияға келдік. Мен алыстан көріп тұрмын. Мына жерден қанша пара болатынын білмеймін, бірақ осы жерден кіреміз. Билет адам басына 500 лира екен. Ол 12.500 теңге. Вот, локациямызға келдік. Қазір мына жерден аяқ киімді шешу керек. Жалаң аяқ жүресің, мына ыстық су ағып жатырған. Вот, бірінші локация. Памуккаледегі. Мұнда фотоға түсіп жатыр мынандай болып. Мына жерде ағып жатқан жылы су. Мынаның бәрі тегін бассейн, түссең болады. Так, біз ең шыңына келдік. Короче, мына жерден көрсетіп жібер, ар жақта. Осы жерлерден, ана жерлерден басталады судың ағысы. Ыстық су ар жағын түсінбеді, білмеймін қаяқтан келіп жатыр, ол қалай кім ыстып тұр ар жағында. Сол мынау ең биігі қазір. Мұнда суға түсуге болады еще. Тегін бассейн ғой, ыстық су.
Памукалин бірінші локациясы мынау. Дальше больше ар жағында тағы бір анау римский бір нелер бар, ежелгі ғасырдағы. Өте керемет ерекше жер екен. Астынан су мұздайлап жоғарыға дейін өте ыстықтап кетеді. Құдірет неде екенін түсінбедік. Күшті екен, келіп көріңіздер, келіп көруге тұрарлық жер. Біз мына жерге эл театрда, эл театры дегенге келдік. Римский бұл. Қай заман ғасыр жазылмаған ба? Қай ғасырларда екен білмейміз енді. Короче, ана ең төменде гладиатор нәрселер сөйлейтін болған ғой. Короче, мына жерде жиналыс өтетін жер. И ана жерде по-моему төбелеседі да, гладиаторлар төбелеседі. Сондай шоу қарайтын жер ғой. Концертный зал ғой. Ана микрофон ешнәрсе болмаса да акустика жағынан мықты ана. Ана жердегі сөйлегеннің барлығы мына жердің бәрін естілетін болған ғой, короче. Солай қылып істелген. Денизаға келдік, сағат 6:30 болды. Осымен мынау соңғы кадрлер болсын. Тамақ ішіп жатыр, қазір жолға шығамыз, бұйырса. Келгенде 300-ге келіп едік, енді қайтатында 330-бен қайтатын болдық екен. Барып түсіргеніміз сол болды, 500-ден 330-ға дейін түсіргеніміз болды. Сол, рахмет баршаңызға. Негізі YouTube деген оңай нәрсе емес екен. Сосын подписаться етіп, лайк басып қойыңдар. Түсір. Тамақтанып тамақ ішіп жатық қой, айттым, жақсы. Мына батса тағы да түсіреміз десең де. Қазақстанға барып.